бір ай медицинаның дәрісін іштім, бауырым ауыратын еді бала күнімнен. Сол бауырым ісіп, доктордың дәрілерін іштім, көмегіне еттім, бірақ маған болыспады. Кальций іштеме капта, одан кейін эссенциалы форте берді, ол көмектеспеді. Мына шетім ісіп кетті, былай кеуіп кетеді, бетіп ыңқылдап, отырғанда бір дыбыс шығып кетеді, отыра алмаймын, жатам былай. Сондай жағдайда апайым, Нұрғайша апайым бар, Қапшағайда, сол кісі осыны алып келді, мына мен осыны жебедім, жақсы болдым, көрші осыны деп, аузыма салып, бауырыма жағып, ішіме жағып, бірінші күні ұйқымды тыныштандырды, түнімен сыздап ауырып тұратын мына шетім, бауырым ауырып, ұйқы сыздық сол. Соның бірінші күні, екінші күні басылды, ұйқым тынышталды. Содан үзбей ше бердім, бір-екі аптада бітіріп, жолдасымыз екеуміз және келдік. Алғашында енді сені кірмедік қой. Сонымен қарасақ жақсы. Сосын ана тазылыққаннан кейін жолдасымыз екеуміз және келдік осы жерге. Бір басып, екі басып жаймен келдік. Екеуін алдым кеп, потребительский пакет аштып, екеу алдым. Аллаға шүкір, екеуінде ішіп бітірдім, нәтижесін көріп атырмын. Қазір 1,5 айдан өтті, жағдайым жақсы, Аллаға шүкір. Қазір тамағымды ішем, отырам, жүрем, күлем. Қазір өткен күндері сол өзімізге шипасы болды, Аллаға шүкір. Табыс көзінде тауып атырмын. Жолдасыңызға қолдандыңыз ба? Жолдасым алғашында сенген жоқ. Ол маған сода іш, мынау көмектеспейді деп маған ренжіп сөйткен. Енді жолдасы менің жағдайымды көріп, осы 8-10 күндей болып қалды, өзі ішіп жүр. Жаққызады, инсульттан кейін бір шеті бүйтіп нетіп қалған ғой, тақ бейтіп күлгенде мына шеті қимылдамайды былай. Мына шеті бүйтіп кетеді, мына ер қимылдамайтын. Аллаға шүкір, мына 3-4 рет жаққаннан кейін, мына жерден кішкене күркіп, мына кәдімгідей екі теңесіп келе жатыр қазір. Шүкір. Аллаға шүкір, қазір жағдай жақсы. Керемет. Ұйқысы да тыныш, жақсы. Енді маған саумал әкеп бер дейді ғой. Жақсы. Солай нәтиже. Алла тағала шипасын берсін, өте керемет результат.